Сәлем достар, сіздермен бірге Гүлбану. Бүгін арасында меренгасы бар, жұмсақ, өте нәзік болып пісетін печенье жасап көрсететін боламын. Ендеше менің каналыма маған қолдау ретінде тіркеліп, видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бисмиллах деп бастаймыз. Бізге керек заттар: електен өткізілген ұн, бөлме температурасындағы 72% сары май, 20% қаймақ, 2 жұмыртқа, қант, разрыхитель қажет болады. Алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы майды салып, жақсылап қолдың көмегімен мыжып, оның үстіне 2 жұмыртқаның сарысын, қаймақты және разрыхительді салып, жұмсақ етіп қамырымызды илеп дайындап аламыз. Міне бізде осындай қамыр дайын болды. Дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа мұздатқышқа салып қоятын боламыз. Сол аралықта меренгасын дайындап аламыз. Ол үшін 2 жұмыртқаның ағын және 1 пиала құмшекер салып, миксермен осылай дайындап шығамыз. Міне бізде осындай болып шығады меренгамыз. Енді мұздатқыштан қамырымызды алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Менде 12 бөлік шықты. Енді қамырымызды оқтаудың көмегімен жайып шығатын боламыз. Жайып болған соң ортасына меренгамызды салып, печеньенің формасына шығарып аламыз. Осылай қолдың көмегімен печеньенің формасын осылай шығарып алдық. Вилканың көмегімен осылай кесіп шықсаңыздар да болады. Әдемі форма шығу үшін. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы бір рет көрсетіп шығайын. Осылай жайып, ортасына меренгамызды салып, печеньенің формасын шығарып аласыздар. Енді алдын ала пешімізді осы аралықта қыздырып дайындап алыңыздар. Осымен печеньеміз дайын. Мінекей формасында осылай шығарып дайындап алдық. Енді 150 градуста 20-25 минутта пісіріп аласыздар, пешіңіздің ыңғайына қарай. Осымен арасында меренгасы бар печеньеміз дайын, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып, нәзік болып пісіп шықты. Барлықтарыңызға ас болсын.